Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен сіздердің сұрақтарыңызға, яғни жиі қойылған сұраққа жауап беруді жөн санадым. Нақтырақ айтқанда, қазіргі таңда көптеген түлектердің уайымы, қорқынышы ол ентіға 3-4 ай ғана қалды. Не істейміз, Санель? Не жасауға болады? Қалай өзімізге өзіміз көмектессек болады? Ентіні қалай тез арада дұрыстап дайындалсақ болады деген сұрақ. Бүгінгі видеода енді өзімнің кішігірім тәжірибеммен, жалпы жанымдағы достарымның жалпы өзіміз енді тапсырған соң өзіме көмектескен лайфхактармен айтсам ба деп жөн санап тұр. Сонымен кеттік. Ентіға 2 ай қалған кезде не жасау керек? Қазіргі карантиннің әсерінен көптеген сабақтарымыз жалпы мектепке бармай онлайн оқып жатыр, және де курстардың да көбісі онлайн болып жатыр. Бірақ соның өзінде әрине онлайн оқыған жақсы, курстарға қатысқан жақсы, бірақ өзімнің кеңес беретінім негізі өзіңіздің қиналып жүрген 1-2 пән болады ғой, сол пәндеріңізді қазіргі таңда бастапқы 1-2 айдың ішінде міндетті түрде репетиторға барып, содан сұрақтарыңызды сұрап, міндетті түрде дайындалғаныңыз жөн. Өйткені сіз қазіргі таңда онлайн курстарды оқып жатқанмен де сіз тікелей кей кезде мысалы мұғалімдермен байланыс болмағандықтан, сіз өзіңіздің әлі де түсінбей жүрген, көкейіңізде түсінбей жүрген сұрақтарыңызды қоя алмайсыз. Соның әсерінен көптеген тақырыптар сізде білінбей қалады. Жалпы ол сұрақтарға жауапсыз қалады. Сол үшін міндетті түрде қазіргі қиналып тұрған, әлі балыңыз аз болып тұрған 2-3 пәніңізді міндетті түрде ақшаңызды аямай 5-6 сабақ репетиторға барып, нақты түсінбей жүрген сұрақтарыңызды қойып, сол сұрақтардың барлығын түсініп алу керек болады. Қай кезде сол сұрақтарға жауап алынады, сол сұрақтарға фундаменттің барлығы қалыптасады, сол кезде уже басқа түсінбей жүрген 2-ші, 3-ші, 4-ші сабақтарыңызға көңіл бөлген дұрыс. Негізі енті ол қалай болғанда да адамның, оқушының білімі емес, көбіне осы именно тестке дайындығын көрсетеді. Сол үшін ентіден жоғары балл алу үшін бастапқы жалпы бар уақытыңызды, фокусыңызды нұсқаларды шығарғанға арнау керек. Қаншалықты нұсқа көп шығарасыз, соншалықты нәтиже жақсы болады. Соңғы 1-2 жылдағы қандай нұсқалар бар, кемінде күніне 10-20 нұсқаны талдауыңыз керек әрбір пәніңізге қатысты. Өйткені нұсқаны талдай берген сайын үнемі белгілі бір қайталанай беретін сұрақтар, қайталанай беретін есептер сіздің есіңізде жақсы қалады да. Сол себепті де сізде уже белгілі бір тақырыптар уже аса қатты қиын болмайды. Сол үшін қазіргі міндетті түрде жасау керек әрекет, сіз күніңізге міндетті түрде 20 нұсқа, 30 нұсқа немесе 10 нұсқа бастапқыда талдаймын, және де соны біртіндеп көбейтемін деп мақсат қойыңыз керек. Және де белгілі бір нұсқаның белгілі бір пәнде мысалға 20 есеп болса, сіз тек қана 5-еуін шығарсаңыз, қалған 15-ін қалдырып қоюдың қажет жоқ. Сол түсінбеген 15 есепті міндетті түрде ертеңіне репетиторға барып, кәдімгідей мұғалімнің алдына сұрап, апай, мен мына 15 есепті түсінбедім, маған түсіндіріп беріңізші деп түсіндіріп, барынша соны ұғып алу керек. Өйткені бізде былайда біз өзімізше нұсқа шығарамыз, үйде өзімізше жалпы бар кітабымызды ақтарамыз, бір 7-8 есебін шығарамызда, қалған есептер жайына қалады, және де ол есептер одан кейін есімізде де қалмайды. Әйтеуір қарау керек еді, апайдан сұрау керек еді дейміз, бірақ сұраусыз қалады. Сөйтіп, соның нәтижесінде біздің балымыз да көтерілмейді. Ал егер де сіздер белгілі бір күніне 10-20 шақты нұсқаны шығардыңыз, шығарғаныңызды түсіндіңіз, супер, ал шығара алмағаныңызды ертеңіне барып, немесе дәл сол күні репетиторға барып түсінбегеніңізді бірден апайдан сұрап алып, соны ұғып алсаңыз, сізде нәтиже әлдеқайда тез өседі. Ал егер де сіз сұрамай, ой, ну ладно, апаймен кездескен кезде, пятница күні кездескенде, немесе келесі апта кездескен кезде сұрайын десеңіз, ол кезде ол сұрақтарыңыз жайына қалып қояды. Себебі кез келген нәрсені сіз істеген кезіңізде, ойыңызға алған кезіңізде барынша 72 сағаттың ішінде істеп кету керек. Егер де сіз 72 сағаттың ішінде істеп кетпесеңіз, яғни сол әрекетті жасап кетпесеңіз, ол миыңыз автоматты түрде ол іс-әрекет маңызды емес деген секілді ұғым қалыптасып қалады да, сосын сіз оны ұмытып кетесіз. Сол үшін кез келген нәрсені ойыңызға алған кезде, кез келген нәрсені жасамай қойған кезіңізде міндетті түрде осы 3 күннің ішінде, 72 сағаттың ішінде апайдан сұрап, жасап, алып, түсініп, ол есепті шығарып тастауым керек деген қағиданы қалыптастыруыңыз керек. Одан бөлек беретін кеңесім, негізі өзіңіздің жақын құрбыңызбен, жақын досыңызбен, 1-2 досыңызбен үнемі күнде сайын бірге кездесіп, бірге нұсқаларды талдағаныңыз жөн. Немесе бірге тарихқа дайындалыңыз, бірге математикаға дайындалыңыз, немесе қазақ тілге, немесе таңдау пәніңізге бірге дайындалыңыз. Себебі, егер де сіздер қазіргі таңда онлайн болған соң үйде өзіңіз отырып, өзіңіз дайындалсаңыз, азаннан кешке дейін сіз таңертең тұрасыз, бір өзіңізше дайындаласыз, одан кейін түске
заман уже түк дайындалғыңыз келмей, әйтеуір күніңіз дәл сөйтіп айналып өте береді. Ал егер де сіз үнемі досыңызбен бірге кездессеңіз, оның үйіне барсаңыз, немесе сіз оның үйіне барсаңыз, немесе бір кафешкада жолықсаңыз, немесе бір кітапханада жолықсаңыздар, сіздер бір-бірлеріңізді қадағалай аласыздар. Яғни бота, сен мынаны міндетті түрде жаттап кел. Немесе, мысалы, бота, давай келесі ертеңгі күнге дейін 5 нұсқаны тарихтан жаттап келеді деген секілді мақсат қоясыздар. Егер де бота ол мақсатты, ол берілген тапсырманы орындамаса, ботаға белгілі бір штраф төлеңіздер. Мүмкін 500 теңге, мүмкін 1000 теңге, немесе белгілі бір тамақ алып береді деген секілді. Егер сіз орындамасаңыз, сіз штраф төлеуіңіз керек. Сөйтіп бір-бірлеріңізді қадағалап жүрсеңіздер, сіздің мотивацияңыз өшкен кезде ол көмектеседі, оның мотивациясы өшкен кезде сіз көмектесіз. Сөйтіп бір-біріңізді қадағалау арқылы бір-біріңіздің нәтижеңізді көтере аласыздар. Негізі дайындалған кезде сөйтіп қасыңызға 1-2 құрбыңызды алғаныңыз дұрыс болады. Және де алдыңғы кеңеске ұқсас кеңес десек те болады. Негізі белгілі бір дайындыққа дайындалған кезде, сізбен санаған кезде максимум 2-3 адам ғана болу керек. Егер де сіз мысалға биология пәнін дайындалуға барсаңыз, егер де мұғалім сіздерді 10-15 шақты оқушыны бірге шақырса, ол кезде дайындықтың жалпы эффективності өте аз болады. Себебі 10-15 адам жиналған кезде сіз сұрақ қоюыңыз, түсінбеген сұрағыңызды қоюыңыздың ықтималдылығы әлдеқайда төмендейді. Ал егер де сіз 2-3 оқушы болып барып бірге сұрасаңыздар, ол кезде сіз көптеген сұрақтарыңызды дәл сол уақытында қойып, сіз өзіңіздің түсінбеген, ұқпаған сұрақтарыңызды қоя аласыз. Яғни нәтижеде әлдеқайда жақсы болады. Және де өтіп анаған барып, мынаған барып, уақытты көп зая кетіргеннің орнына тек қана маңызды деген сабақтарға, мұғалімдерге барып, өзіңіздің уақытыңызды үнемдеген жөн. Және соңғы кеңестердің бірі, барынша тайм менеджментті қолданыңыздар. Өзіңіздің уақытыңызды уақытылы жоспарлаңыздар. Таңертең міндетті түрде тұрардың алдында, ұйқыдан тұрған кезде міндетті түрде бүгін қай нәрсе шұғыл әрі маңызды, міндетті түрде орындау керек. Одан кейін шұғыл, бірақ маңызды емес деген іс-әрекеттерді одан кейін барып қана достарыңмен қыдыру, туған күн тойлау деген секілді іс-әрекеттерді егер де сіздің уақытыңыз қалса, сол кезде ғана жоспарлаңыз. Міндетті түрде қазіргі таңда сізде ентіға дайындық болғандықтан 80% уақытыңыздың барлығын ентіға дайындалуды арнаңызды, ал қалған 20% уақытыңызда көбіне демалуға, ұйықтарға, өзіңізді жалпы тыныштандыруға арнаған жөн болып табылады. Тағы да айта кететін ақпарат, сіздерге біз бұрындары, егер де көрсеңіздер, ентіға дайындалған кездегі маңызды білу керек 9 қағида атты, яғни чек-лист дайындаған болатын. Біз егер де көрмесеңіздер, біз осы видеоның астында описаниеде ссылкасын қалдырып кетеміз. Сол чек-листті жүктеп алсаңыздар, ентіға қалай дұрыс дайындалу керек туралы кәдімгідей нақты чек-лист көрсетілген, соны жүктеп алыңыздар, қараңыздар, оқыңыздар, сонымен танысып іс-әрекетке көшіңіздер. Егер де қосымша қандай өзіңіздің лайфхактарыңызды білесіздер, бізде мысалы студенттер қарайды, қосымша бұрын енді тапсырып кеткендер қарайды, немесе өзіңіз қазір ентіға дайындалып жатқан қосымша қандай лайфхактарыңыз бар, міндетті түрде комментарийға жазып, бізбен де бөліссеңіздер, жалпы көптеген оқушыларға көмектесеміз. Бүгін осындай қысқаша ғана бір видео болды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдан міндетті түрде чек-листті жазып алыңыздар. Және де біздің видеоларға лайк пен комментарий басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мамандық таңдау мектебі.